Жұртқа жүрмесін айналып. Сырттан келемін. Міне, мына бала ұста болады екен. Ал мендегі дихан болады екен. Мынау ше? Бәлі. Көрейік. Бұл сарбаз болады екен. Аға, андағы жұлдыздарды неге жерге тастамаймыз? Әй ол, мың жылда бір келетін адамдар ғой. Сонда олар кімдер? Білмеймін. Оны тек жоғары жақтағылар біледі. Ең болмаса, қолмен ұстап көрейінші, Жарайды. Тек байқа. Жарайдағы періште. Мұның жарығы да кішірек. Самауыр екен. Қабәттеген-ай, айттым ғой байқа деп. Ой, мен қайда келдім? Не болып жатыр бұл жерде? Әріптестер, менің қолыма қараңыздаршы, не бар менің қолымда? Не бар? Алтын сандықша, иә? Бұнда не тұр алдында? Құлып тұр. Енді құлыпты осыны не істеу керекпіз? Ашу керекпіз, иә? Ал құлыпты ашу үшін мен мына жерде шатасып тұрмын. Көп кілттер бар екен. Көмектесіңіздер. Бес кісі. 5 кісі келсеңіздер. Жүріңіздер, аға жүріңіз. Азайтсам мен қайта бұны. Ал енді көріңіздер. Мына құлыпты ашу бақты кімге беріктір екен? Ашылмаса отыра беріңіз. Сізге бермады. Сізге де бермады. Иә, сізге де бермады. Ай, сізге беріп болады. Ашылмаса. Мән сандықтың бетінде бір қат жатқан сияқты. Қатпа жұмбақ па оқып бересіз бе? Гүл есімде таниды, тамақ есімде жаниды. Ауа мен ол дос екен, бұл қай мүше екен? Мұрын. Мұрын. Келіңіз, апай, сіз келе салыңыз, е? Иә, сіз келе салыңыз. Отырыңыздар сіз. Енді сіздерге ал келіп отырған сандықша, өздеріңіз көріп тұрғандай, мұрынға байланысты, яғни не істейміз мұрынмен? Иіскеп сезу, е? Иіскеп сеземіз. Сіз бала ретінде ойнаңыз, уақытында жасауына байланысты. Сізде бала ретінде осы карточкаларды қойып ойнауға болады. Біздің қазіргі балалар білесіздер, е? Әртүрлі зиянды заттарға әуес. Кола дейміз, чипсы дейміз, сағыз дейміз, неше түрлі. Енді мен сол заттарды жегізбей балаларға сездіріп, иіскеп сезу арқылы сенсорлық қабілетін дамытуға осындай ароматерапия дайындап алып келдік. Мынаны ашасыз, құтыдағы заттарды ашасыз, сосын сәйкестендіріп қоясыз. Толығымен осылармен сәйкес, негізі, иә, осымен сәйкес. Таппай жатсаңыз, артында астында жауабы тұрады. Негізі ересек адамдар табу керек. Айтып отырсаңыздар, нені танып жатқандарын. Дауыстап
Сағызба деп тұрмын. Сағыз. Мынаны ванильный деп ойлап тұрмын. Мынау сағыз емес апай. Сонысы қандай? Мен мынаны маған кофе болса. Мен оны кофе десем, тағы шатасыптым, сонда ол шоколад болды. Мынау ванильный. Асы қарайланады, ескеміз. Сағызды талып. Бұл барлық таптыңыздар, е? Енді көзбен көріп таптыңыздар. Енді көздеріңізді жауып қойын. Көздер көзбен көріп. Ата көріңізге сосын мен дұрыс көрсемес екенін айтайын. Ашып ескеріп. Бал. Мадет тұрмын. Қане беріңіз. Жоқ, балымызда қателескен. Бәрін аша берем, я? Иә. Я мен шатассам тіп кетпейін. Ваниль. Дағы не деп ойлайсыз? Йогурт. Сіздердің сезім мүшелеріңіз жұмыс жасамай ба? Әлі тым ауырып тұрсыздар ма? Балымызда. Білмедім. Иә, бал. Дұрыс айтты. Бұл корица. Дәмдеуіш. Дағы? Сағызба деп тұрмын. Жақсы, иә, сағыз. Бұл келесі бізде кофе болған жаңа. Енді біреу қалды, біреу көре салыңыз. Мынау шоколад ба? Жоқ, бұл не? Кофе ме? Сгущенный молоко қойылған. Соны біреуден Бұл сізде неме болды? Сгущенный. Жоқ, бұл шоколад. Балалар қиын табады, қызығып. Сағызды бірден табады, шоколадты табады. Олар ерекше ойдың балалардың орындары. Күнделікті жерде. Жақсы, рахмет. Екі барып ескеріп дайындап келіңіздер. Енді мен сіздерге алып келген сандықшам, жаңа өздеріңіз көргендей, иіс сезу арқылы жасалған сезімдер сандықшасы ароматерапиясы. Бұл мен жаңа мектепке дейінгі ұйымда педагог болып жұмыс жасағандықтан, менің жаңағы балада білесіздер, тілдік, сосын эмоционалдық және әлеуметтік дағдысы бірге дамиды. Содан кейін менің міндетім осы жерде балаға жаңағы жайлы, сосын қауіпсіз, эмоционалдық тұрақты орта қалыптастыру болып табылады. Енді мен осы сәтте жаңағы сезімдер сандықшасы деп аталатын ароматерапияны ойлап таптым. Бұл терапия арқылы жаңағы бұл кімге тиімді? Бұл бірінші жаңағыден сөйлеу тілі тежелген балаларға тиімді, екіншіден эмоционалды тұрақсыз балаларға тиімді, сосын өзіміз айтқандай инклюзивті, ерекше балаларға өте тиімді. Жалпы барлық балалармен де топтағы мектептегі балалармен, ересектермен де ойнауға болады. Жалпы енді ароматерапия дегенімізде соған тоқтала кетсем, ароматерапия яғни баланың ескеу, эмоциялық реттелу және сөйлеу белсендігін дамытуға арналған сенсорлық технология болып табылады. Мен жалпы бұны қалай неге ойлап таптым? Баланы бір сенсорлық бір нәрсе ойнатайын десем, бірдеңені ескетейін десем, ол сол мезетте ғана ескетесінде ол бұзылып кетеді. Мысалы, апельсин ескетсем, келесіде басқа баламен ойнатайын десем, ол бұзылып кетеді, оны тағы қайтадан сатып алу керексің, тағы басқа заттарды солай ұзақ мерзімді сақтай алмайсың. Ал бұны жасау маған түкке қиындық тудырған жоқ. Үйдегі жаңағы сабын немесе майшамды суға ерітіп, QR-кодта бар видеосы, суға ерітіп, жаңағы торттардың қоспалары сататын жердегі ароматизаторлар бар ғой, соны тамызса осындай әдемі иістер, хош иістер шығады. Осылай жасап шықтым. Енді бұл
балаға қандай балаларды қандай бағытта дамытады? Ең бірінші ол балаларда сенсорлық дамуы жоғарылайды. Яғни бала иіс сезу, көру, есту арқылы, тактильді қабылдау, белсендіру арқылы сезім мүшелерінің жұмысы жақсарады. Одан кейін сөйлеу тілі, екіншіден сөйлеу тілі дамиды. Яғни жаңа ескеді, сіздер өздеріңіз ескедіңіздер, ескеннен бір сезім келді, оны жеткізу керекпіз. Оны бала яғни өз жалғыз отырса, өзі жалғыз айта береді, не болмаса қасындағы тәрбиеленушімен немесе оқушымен екеуі диалогқа түсіп, айтып, солай сөйлеу тілі дамиды. Одан кейін эмоционалдық тұрақтылық, яғни белгілі бір уақытқа, бір мезетке болсын бала тынышталады. Ескей, ойланады, бұл қандай ес, ненің есі, неге ұқсайды, яғни бір мезетте болсын бала тынышталады. Одан кейін жадан кейін тынышталғаннан кейін эмоционалдық тұрақтылық пайда болды, жаңа басына сенсорлық даму пайда болды. Одан кейін сөйлеу тілі дамыды. Одан эмоционалдық тұрақтылық пайда болғаннан кейін, эмоциясы тұрақталғаннан кейін бала не істейді? Ортамен қарым-қатынасқа түседі. Яғни балада не пайда болады? Коммуникативтік қабілеттері дамиды. Өзінің топтағы өзін еркін ұстайды, өзін ойын жеке жақсы еркін жеткізе алады. Одан кейін ойын еркін жеткізе алғаннан кейін басқа да белсенділіктер артады, басқа ойынға қызығушылықтар артады. Сосын енді тағы да айта кететіндігі, бұны мен өзім ата-аналарға да болашақта енді ол жерін айтпай шындығын айта салайын, ата-аналарға осыны көрген жоқпын. Ата-анамен де басқа педагогтармен, тәрбиешілермен де ойнауға өте тиімді, және өздерінің ұйымдастырылған іс-әрекеттеріне кіргізіп қойса өте тиімді бола ма деп ойлаймын. Енді жалпы айтқанда осы ароматерапия өзінің жаңа балабақшадағы педагог зерттеулерінде маған несінде көмектесті, қалай көмектесті? Маған ол ең біріншіден баланың зейінін тұрақтандыруға көмектесті. Маған алдыма келген балалар, немесе тәрбиеленушілер, ата-аналардың сұраныстары бойынша мен балама диагностика жасап берші, мен баламды қарап берші. Сол кезде баланың ең бірінші барлығымыз несін дейміз? Зейінін қараймыз. Сол кезде баланың зейінін тұрақтандыру үшін осы өте таптырмас құрал болып табылды. Бала қызығады, иіскеп сезеді, одан арғылай өзінің қиялына, одан кейін баланың арғылай шығармашылығы дамиды. Енді жаңағы психолог ретінде қорыта айтсам, бұл терапия маған баланың жаңағы өзін-өзі басқару, сосын ең бірінші жаңағы эмоциялық тұрақтылығы. Яғни эмоциялық бала тұрақталғаннан кейін, көңіл-күйі тынышталғаннан кейін басқа да жолға, басқа да бағыттарға баланың жолы ашылады. Сонымен қатар жаңағы баланың тілі дамиды, сонымен қатар жаңағы осы ойынды ойната отырып баланың мотивациясы көтеріледі. Осы мен қысқаша дайындап алып келген әзірлігім.